Достар, міне бағана мен есіме шығып кетті. Көптеген комментарийлерді айтып жатыр. Неге ерлер туралы айтпайсыздар? Ерлер соншалықты кінәсіз ба? Қалай еркектер бар ғой деп. Иә, мен келісем. Біздің қоғамымызда жалпы мынау ер деген азаматтар өкінішке орай ер азаматтардай ерлік жасап жатқан жоқ. Көбісі ез болып жатыр. Бала шағаны тудырып, өздері сол ответственность дейді ғой, аманатын орындай алмай жатады, ажырасып жатады, не болмаса семьяларын баға алмай жатыр, не болмаса жаңағы әйелдерін ұрып, соғып, болмаса жаңағы бір қысымшылық көрсетіп жатыр. Әрине, ол нәрсе дұрыс емес. Біз ондайды құптамаймыз да, оған қарсы тұрып айтамыз да. Еркек деген еркек болып, мойнына алған аманатын жұмыс жасап, бірлік етіп, еңбек етіп, әйелін, бала шағасын, іні қарындастарын бәрін асырау керек, әке шешесін бәрін. Сол кезде вот нағыз еркек. Ал енді жатып алып, ішіп алып, әйелін ұрып, өзінше бір саясатты талқылап, дұрыс емес дүние да. Сондықтан да қыздардың да әйел қауымның айтқанының бір шындығы бар. Біз оған қосыламыз. Еркектер ер болыңдар. Алла тағала бізді жаратқаннан кейін, ал біздің қабырғамыздан әйел адамды жаратқан. Сондықтан да біз мықтымыз әрқашанда. Сол мықтылықты тек қана сөзбен ғана емес, іспен, жанұямызда, бала шағамызда көрсетуіміз керек.